Бұл Аллахпен болған байланыс. Негізі біз өзі намаз немен басталады? Аллаху акбар деген сөзбен басталады. Алла ұлы деген сөз ғой. Аллах тағала біздің жүрегімізде қандай орында, Аллах бізді дүниеде сондай орынға қояды болды. Жүрегіміз Аллахтың дінін бірінші орынға қойдық па, Аллах сені дүниенің өзінде бірінші орынға қойып береді. Түбінде сен алып шығасың. Сол үшін Абу Жахил, Абу Лахаб, сол заманның үлгісі бойынша, есебі бойынша бұлар бақында елдің алдында жүрген, біреусі бай, біреусі көсем, біреусі шешен, бәрі мықты. Ал енді Билал разиаллаху анху деген қарасаң біреудің шыбынын қорғап жүрген бір құл да, беліне шүберек байлап алған. Қап-қара Эфиоптан келген құл етін. Бірақтан Аллах тағала иманды Билалға бұйырды, намазына ықтият болды, аналар болатын болса, дүниенің соңына кетті, ол қатты қызаған жоқ. Құдайдан проблема келетін болса, дүниемізді күтіп аламыз деген адамдар. Енді кім таниды Абу Жахилді? Кім таниды Абу Лахабты? Кім қойыпты өзінің баласына, немересіне Абу Лахаб, Абу Жахил деп ат қойыпты? Ешкім қоймайды. Біләл деген қазақта да, орыста да, фамилияда Біләліп деп қояды, ол өте көп. Бірақ неге? Өйткені бұл Біләлдің соншалық даже көтерген соншалықты пайғамбар айтты, мен сенің аяғының даусын жәннаттан естідім деді. Көз тұрсында солай деп айтылған оған. Неге? Оның жүрегінде Аллах бірінші орынға тұрды.